тегін қонақ үй, жататын жерің тегін, таңғы ас, кешкі ас, барлығы тегін. Бұл тегін қонақ үйлер Қазақстанда орналасқан. Таңғы асты ыстық бауырсақпен, ыстық шаймен ішіп, жаңа сойылған қойдың етінен жасалған өзіміздің қуырдақ келді. Бұны да таңғалып жие бастадық. Бұл да қонақ үйдің есебінен. Таңғалғанымыз, бұл қонақ үйге түнеу мақсатында келген болатынбыз. Ал бізден қанша болды деп сұрағанда, бізге атағандарыңызды бересіз деді. Енді атағанды бер деген сөз, ол тегін деген сөз ғой. Жалпы әркім өзінің қалаған ақшасын беретін шығар. Мысалға сіздерді қонақ үйде өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Сол 2011 жылы қаржыландырған Асқар Кулебаевтың мешіті бар. Сол жерде жұмыс жасап жүріп, өзіме ой келді, кішкене осы жердің бизнесін танытсақ, осы жерге елге пайдамыз тисе деп, осы қонақ үйді салдым. Менің есімім Азамат болады. Осы отырар ауданының азаматымын. Бұл жер киелі, Алланың нұры жауған жер. Киелі мынау отырар жерінде біздің Түркістан облысы отырар жерінде баптардың бабы Арыстан бабам жатыр. Бейбарыс деген қонақ үй салдық. Бізде баға жоқ, халықтың берген алам. Айтеке бабамыз айтқан ғой, бай болсаң халқыңа пайдаң дейсің, батыр болсаң жауыңа найзаң дейсің деп. Біздің байлығымыз, батырлығымыз айтып келген халық рухани азық алып, ішкі жан дүниесі тазарып кетсе, одан артық асқан байлығымыз жоқ. Бүгінде қанша қонақты қабыл аласыздар? Бір күнде қонақ жатқан кісілерге біз 150 адамға дейін қызметке қосыламыз. Кей күндері март, апрель, май айында бір күнде бізге тамақ ішіп кететін, бірақ келіп кеткен кісілер 200 адамға дейін болады кей кездерде. Менің мақсатым әйтеуір келген халық рухани азық алып, жан дүниесі тазарып кетсе, одан асқан байлық жоқ. Кішкене елге пайдамыз тисін деп сондай жағдай жасап жатырмық. Одан бөлек мысалы Алла қаласа осы келесі жылы қонақ үйіміз қосылғанда, оның қасынан бізде туристер көп келеді. Мынау март, апрель, май айларында кей күндері бір күнде мавзолейге 12-13 мың адамға дейін келетін кездер болады. Мынау жылдан жылға туризм дамып жатыр бізде. Қазір 300 орындық жатар орны бар қонақ үй салып жатыр. Одан бір 500 адамға дейін тамақ ішетін жай салып жатыр, Алла қаласа. Оны да тегін бола ма? Ода осындай баға жоқ, халықтың берген алады. Одан бөлек оның қасында мынау шетелдіктерге арналған қазақи нақышта салынған соядан киіз үйлер құрамыз. Одан бөлек құстар, бүркіт, өзіміздің 4 түлік мал ұстаймыз. Кеше бұған бөлек түйе алдық. Құдақаласа келген қымыран да болады. Иә, құдақаласа келген туристерге біздің қазақи дәстүрімізді, қазақи мәдениеттілігімізді көрсетсек деген ниетіміз бар.